Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздерде қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Ерболат Әбікенұлы және ол кісінің пәтер іздеп жүретік әңгімесі. Алдымен Ерболат Әбікенұлы туралы айтып өтсек. Ерболат Әбікенұлы жазушы 1980 жылы Қытай Халық Республикасы Санжы қаласының Мөргу ауылында дүниеге келген. 2001 жылы Санжы қалалық номер 3-ші қазақ орта мектебін тамамдап, кейін 2002 жылы Атажұртқа оралады, содан кейін 2007 жылы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітіріп шығады. Бұл кісінің көптеген әдеби ортада шығармалары бар, атап айтатын болсақ, Алтын бұта, Бірінші байлық, ғибраттық ертегілер топтамасы жарық көрді, және сонымен қатар министр желтоқсан ызғары атты әңгімелер жинағының авторы. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңағы министр деген әңгімесі, сонымен қатар пәтер іздеп жүредік шағын әңгімелері. Енді бұл тұрғыда бұл әңгіменің ішінде бізге тақырыпқа берілген сатира деген болады. Сатира дегенімізде, сатира латынша сатира дейді, яғни өзі суреттеп отырған оқиғаны, құбылысты немесе кейіпкерді өткір сынға алып, әжуаға айналдыратын көркемдік бейнелеу тәсілі. Енді сатираның түрі көп, мысал, эпиграмма, пародия, шар, тағы да басқа анекдот сияқты түрлері бар. Ал драматургияда сатира комедия жанрынан көрінсе, көркем прозада сатиралық әңгіме, повесть, романдарда жазылады. Сатиралық шығармаларда әсірелеу, гротеск дейміз, тұспалдау, аллегория, юмор, яғни достық рәуіштегі күлкі деп жатамыз. Сонымен қатар ирония, жеңіл әжуа, сарказм, яғни ащы мысқыл, кекесін, тағы да басқа бейнелеу тәсілдері кеңінен қолданылады. Ең алдымен балалар, бірінші тапсырма. Мына берілген суретке жақсылап назар аударыңыздаршы. Ненің бейнесін көріп тұрсыздар? Суретте қандай оқиға бейнеленген деп ойлайсыздар? Әрине балалар, қарап отырсаңыздар, бұл суретте көп халық орналасқан және көше бойында хабарламалар, хабарландырулар, мынау тағы да халықтың көп шоғырланған жері. Мына жерде және бір-бірімен келісіп кіріпті ұсынылып жатыр. Демек, балалар, бұл жерде суреттерде сіз қай қаладағы көрініс бейнеленген деген сұрақ бойынша айтатын болсақ, бұл бізде Алматы қаласы. Яғни Алматы қаласы бұл біздің ең ірі мегаполис. Және бұл жердің қалай аталатынын білесіңдер ме? Бұл жердің өз аты бар. Бұл жетім бұрыш деп аталады. Жетім бұрыш деп аталады. Ал жетім бұрыш дегеніміз ол баспана іздеп жүрген адамдардың жиналатын орны. Әңгіме жас отаудың Алматыға пәтер іздеп келгеннен басталады. Сол уақытта, Алматы қаласына келген уақытында бұл екі жас жұбай пәтер іздеп біраз қиындықтарға тап болады. Сол қиындыққа тап болып, жаңағы біз атаған жетім бұрышқа келеді. Ол жердегі келудегі мақсаты арзанырақ пәтер іздеу еді. Міне балалар, алдағы уақытта осы жетім бұрыш туралы толығырақ білетін боламыз. Ол үшін сіздер оқулықтан пәтер іздеп жүредік әңгімесін толық оқып, осы екі жас жұбайдың басынан кешкен қызықты да қиын сәттерін бірге оқып тамашалайтын боламыз. Балалар, біз бүгін сіздермен Ерболат Әбікенұлы туралы және ол кісінің пәтер іздеп жүредік әңгімесіне тоқталдық. Келесі сабақта осыны жақсылап оқып, дайындалып келіңіздер. Сау болыңыздар.